Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер өте дәмді қиярлар тұздайтын боламыз. Ол үшін қиярымызды 2-3 сағат бұрын осылай салқын суға салып қойып қоямыз әдейі. Енді банкамыздың қақпағын және де банкамызды осылай қайнатып аламыз. Дәл видеодағыдай. 15 минутқа қайнатамыз. Және де қайнап болғаннан кейін лавровый листті, гвоздиканы, укропты, сарымсақты және де қара бұрышты осылай саламыз. Бізде бұл 2 литр банка, 1 лимон саламыз осындай, және де қиярларымызды текшелеп салып шығамыз. Міне дәл осылай жасаймыз. Және де үстіне қайнап тұрған суды құйып, 15 минутқа бетін жауып осылай қоямыз. Екінші банкымызды да дәл солай жасаймыз. Мына мөлшері төменде көрсетілген, сол жерден тағы да описаниедан қарап алсаңыздар болады. Бізде бұл банка ысылау болғандықтан, сәл ұстауға қиын болып тұр, сондықтан осылай дұрыстап жатырмын. Міне, дәл осылай бұны да 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін мына қақпақты әдейі өзім тесіп алдым. Бұны да ыстық суға құйып, бұл суды жаңағы төгетін боламыз. Міне екеуін де осылай төгеміз. Арнайы мынадай қақпақтар негізінде сатылады. Міне болдық. Енді мұнда біздер 1 ас қасық қант пен 2 ас қасық тұзды салатын боламыз. Және қайнаған су құямыз. Енді 15 минутқа тағы да қоямыз бетін жауып. 15 минуттан кейін жаңағыдай кастрөлге құйып аламыз. Сосын бұны қайнатамыз да қайтадан құйып жабатын боламыз. Міне екіншісінде құйып алып жатырмын. Енді осыны қайнағанша газда ұстаймын. Осылай қайнағаннан кейін алып жаңағы банкымызға қайтадан құямыз. Міне дайын болды. Енді қақпағымызға осылай 1 ас қасық уксусты құямыз. Және де қалғанын ішіне құйып жібереміз де осылай бетін жауып тастаймыз. Бұны да дәл солай жасаймыз. Екіншісін міне осылай енді жауып тастаймыз бетін. Қаттылап бұрайтын боламыз. Закрывашкаларыңыз жақсы болсын. Жақсылап жабылуы керек беті. Осылай қаттылап жабамыз. Жерге қойып бұрап алсаңыздар да болады. Осылай дайындалады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де бұны суығанша төңкеріп, осылай жылы жерге орап қою керек. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және алдағы уақытта компот, варенье жасайтын боламыз. Сол видеоларды жібере алмас үшін біздің каналға тіркеліп қойыңыздар.